Сәлем достар. Бүгін осындай фаршированный перец дайындайтын боламыз. Яғни бұл қатырылған түрі. Қысқыға сақтасаңыздар да болады, сезонында дайындап. Я болмаса қолдарыңыз бос уақытта дайындап қойсаңыздар, асқан уақытта өте дәмді тамақ болады. Осындай дайындау үшін видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ол үшін осындай көкөністер қажет. Көріп отырғандарыңыздай 1 келі фарш, сосын 2 картоп, барлығын көбіктеп турап аламыз, әдемілеп. Сосын 1 жуа, және сорпаға түскен кезде ет ыдырап кетпеу үшін 1 жұмыртқа саламыз. Көріп отырғандарыңыздай, сосын татымына қарай тұз, бұрыш саламыз. Көріп отырғандарыңыздай барлығын жақсылап араластырып, тазаланған бұрышқа саламыз. Тәтті бұрышқа. Алдын ала жуып дайындап қойдым, тазалап. Міне осылай. Көріп отырғандарыңыздай нығыздап саламыз, бірақ бұрышты мықты толтырмаймыз. Себебі ішінде көріп отырғандарыңыздай күріш бар, күріш бүккен кезде сыртына шығып кетеді. Сондықтан 5 миллиметрдей толтырмаңыздар. Міне көп болса 20 минут уақыттарыңызды алады, бірақ асқан кезде таптырмас тамақ болады. Каналға жазылуға ұмытпаңыздар, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ас болсын, дайындап көріңіздер міндетті түрде. Колокольчикті басып қойыңыздар, жаңа видео шыққан кезде біліп отырасыздар. Міне асығып келген кезде осындай әдемі тамақ болады.